Сәлеметсіздер ме? Мен Қордай ауданы номер 41 Кенен Әзірбаев атындағы орта мектептің қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі Битешева Динара Маратқызы. Бүгінгі таңда қашықтықтан оқытудың тиімді жолдарын сіздерге ұсынғалы отырмын. Бүгінгі сабақтағы тақырыбым кел балалар оқылық, Ыбырай Алтынсарин. Тыңдаған мәтіннің мазмұнын түсіну, суреттер мен сұрақтар негізінде ойын айту, сөздердің орын тәртібін сақтап, сөйлем құрау мақсатында 4 дағдымен жұмыс жүргізіледі. Оқылым айтылым дағдысы бойынша берілген сөйлемдерге балалар өздері қазақ тіліне тән дыбыстарды теріп жазып шығады. Тыңдалым айтылым дағдысында балаларға бейне ролик беріледі. Бейне роликтен көрген бейнесіне байланысты айтылым кезеңінде олар мына берілген сұрақтарға жауап беріп отырады. Оқылым дағдысында балалар кел балалар оқылық өлеңін мәнерлеп оқып шығады. Жазылым дағдысында қосымшаларды дұрыстап тәсілі арқылы берілген сөйлемдердегі көп нүктелердің орнына берілген қосымшаларды жазып шығады. Айтылым дағдысында WhatsApp желісі арқылы Ыбырай Алтынсариннің өмірбаянын талқылау. Үй жұмысы Ыбырай Алтынсариннің кел балалар оқылық өлеңін жаттап келу.